Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз сіздермен 5-ші сынып қазақ тілі 9-10 сабақты талқылаймыз. Алдағы уақытта осындай видеолар көп шығатын болады, сол үшін арнаға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, түсінбеген тақырыптарыңыз болса, комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады, және достарыңызға да осы каналды жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Біздің келесі сабақ 9-10 сабақ, нәтиже сабақ ой түркі. Қазақ неліктен жақсы сөз жарым-ырыс дейді? Және сен ата-анаңа, бауырларыңа жақсы сөзді жиі айтасың ба? Біз осы тапсырмалардың барлығын оқып, талдап және бірге сізге түсіндіріп кететін боламыз жауаптарымен бірге, сондықтан видеоның соңына дейін көріңіз. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Неге? Жақсы сөз жарым ырыс, әрдайым жақсы сөз сөйлеу керек. Біз бір ауыз жақсы сөзбен-ақ адамды қуанышқа кенелтуге болады. Және ата-ана өміріңнің гүлі, нұры, бала өміріңнің жалғасы. Сол үшін де ата-ана, бауырыма жылы сөздерді көп айтамын деп жауап беруге болады. Келесі екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Баталы құл армас, батасыз құл жармас деген қандай мағынаны білдіреді? Қарияның батасын қалай түсіндің? Бұл енді айтылым бойынша қалай жауап беруге болады? Бата беру адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Халқымыз батасыз өмір сүрмеген, батаны алу жақсылыққа жол ашады деп сенеді. Қазақ халқы перзенттерге үлкендерден бата алуды дәстүр санаған. Бата алған адамның жолы болады. Жолы болады. Үлкендерден бата алуды дәстүр санағандықтан, ол ары қарай үй ішіне сол береке кіреді деген оймен, ал бата алмаған адам керісінше жолы болмай, қолға алған шарасы алға қарай жүрмейді деген мағынада қолданылып отырған. Келесі үшінші тапсырма. Баталы құл армас, батасыз құл жармас деген қанатты сөздің мағынасының жадында ұстау деген не? Өзің оқыған көркем әдебиеттен не ата-әжеңнің әңгімесінде есіңде қалған айтып бер. Бұл енді дәл біз жазған тапсырмадай айту міндетті емес, жалпы үлгі ретінде осыны айтып көрсеңіздер болады. Баталы құл болмас, батасыз құл жармас, баталы құл армас деген сияқты қанатты сөздер әрқашанда есте ұстап жүруіміз керек. Үлкеннен бата алуымыз керек. Қазір бесік той, үйлену той дәстүрінде ақсақалдан бата алып, жамағат әмин, Алла қабыл етсін деп қол жайып айтылып жатады. Яғни біздің тойларда, жалпы дастархан басында үйімізде қазыналы қарттарымыз болса, олар міндетті түрде бата береді. Жақсы, төртінші тапсырма. Сыныптастарыңа кімдерден бата алғаның туралы жағдаяттық оқиғаға негіздеп әңгіме жаз. Бұл жерде мына үлгі маңызды емес, бұл жай ғана шаблон, басқаша өзгертсеңіздер де болады. Мысалы, біз кішкентай балалар қолға су құямыз, иә? Соларды жазсақ болады. Мысалы, ізгі тілек, жақсы ниет білдіретін ақ тілек. Мысалы, мектепте сайыс болатын еді. Мүлде дайындалған жоқпын. Асығып бағдаршамнан өтейін деп тұрсам, бір әжені көрдім. Тоқтай қалдым. Қолындағы сөмкесі ауыр екен. Барып көмектестім. Әже маған өркенің өссін, қанатың талмасын, бақытты бол балам деп батасын берді. Сол күні сайыстан жүлделі оралдым дейді. Міне бұл бір ғана үлгісі. Мысалы, сіздер біреуге пакетпен көтерсеңіздер, біреудің айтқан дүниесін алып берсеңіздер, қандай жағдай болды? Соның барлығын осылай талдап көрсетіңіздер. Бұл жай ғана шаблон үлгі. Бұл сайт ГДЗ-дан алынды. Келесі, мәтіндегі қарамен жазылған сөздердегі дыбыстарды талда. Нені бұл жерде дыбыстарды талдаймыз? Бұл жерде бірінші сөйлеушінің, қарамен жазылған сөздер бізде сөйлеушінің қайғыратынын, қуанатынын, өкіндіретінін, құбылыстар, жылы сөздің әні деген сияқты бірнеше сөздер бар, иә? Енді мына сөйлеушінің деген сөзді талдайық. Сөйлеушінің, сөйлеушінің. Бұл жерде бізде 4 буын. Біріншісі, екіншісі бітеу буын, үшіншісі ашық буын, иә? Мына жерде ш дауыстық аяқталып ашық буын, ал ның бізде бітеу буын. Ны-да, ың-да бізде екеуі де бітеу буын болып тұр. С дауыссыз қатаң, ү дауысты, жіңішке ашық, еріндік. Біз бұлар талдадық. Дауыссыз үнді, ұлы дауыссыз үнді, е дауысты, жіңішке ашық, езулік. Міне осы үлгіде талдайсыздар. Келесі, сөйлеу өнерінің заңдылықтарын зерттеп, әлемді мойындаған Дейл Карнегидің сөзіне назар аударыңдар. Осы заңдылыққа сәйкес диалог құрыңдар. Диалог дегеніміз не еді? Диалог дегеніміз екі адамның әңгімесі, иә? Жақсы. Мысалы былай, сәлем Диас. Адам баласының мінез құлқына тән маңызды бір заңдылық бар.
Сіз өзіңіз орналасатын адамдардың сізді қолдағанын қалайсыз ба? Әрине, менің жетістігімді мойындағанын және мені қолдағанын қалаймын. Сіз арзан мақтауды естігіңіз келе ме? Жоқ, мен таза, шын көңілмен айтылған мақтауды естігім келеді деген бұл да бір ғана үлгі. Яғни сіздер әуелі мына мәтінді оқып, бұл жерде мысалы диасталған, иә, мүмкін сіздің досыңыз басқа шығар. Мүмкін Айкүміс, Айжан, Айбол деген сияқты бір адамның атын алып, осыған ұқсас диалог құрсаңыздар болады. Бұл сіздерге жай ғана үлгі, балалар. Дәл осылай көшіріп алу бұл міндетті емес. Келесі, сөз тазалығы деген ұғымға қысқаша сипаттама жаз. Сөз тазалығына нұқсан келтіретін басқа тілден енген сөздер, дөрекі сөздер, жергілікті сөздер тәрізді нормаға жатпайтын сөздерді мысал келтір. Ондай сөздер біздің күнделікті өмірде көп қолданамыз, иә, соларды атап кетсеңіз болады. Мысалы, күнделікті өмірде біз орыс тілінен енген сөздерді көп қолданамыз, соларды айтып кетуге болады. Бұл жерде мысалы былай келтірілген: қазақ халқы сөз тазалығына, сөйлеу шеберлігіне ерекше мән берген. Сөздің тазалығы дегеніміз сөйлеушінің немесе жазушының әдеби тіл нормасын сақтаумен бірге ана тілінің мүмкіндігін пайдалана білу. Сөз тазалығын бұзатын факторлар аз емес. Олар басқа тілдерден енген сөздер, дөрекі сөздер, жергілікті сөздер. Шет елде тілдерден енген сөздер тіліміздің шұбарлап жатыр. Араб тілінен енген сөздер. Бұл жерде жалғасы бар. Мысалы, ғылым, мұғалім, бұл араб тілінен енген сөздер. Отан, дөрекі сөздер қоспай айтып, бақиғаттан да сыпайы сөздер өтірік айтпа, қайтыс болды өмірден. Яғни бұл жерде көрініп тұр, мысалы, қоспай айт, дөрекі сөз, сыпайы сөз, өтірік айтпа. Бақиғаттан да қайтыс болды өмірден өтті. Яғни біз дөрекі сөзді сыпайы сөзге алмастыра аламыз. Ал жергілікті сөздерге міне диалект сөздер. Оңтүстік жағында сым дейді, оны шалбар, бәдірен, қияр, дәуіл дейді. Мысалы, бізде батыста не болды дегенде не зат дейді. Ал не болды деп оны басқа жақтарда айтады деген сияқты, иә. Жақсы, осындай үлгідегі тапсырманы да орындайсыздар. Келесі 11-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, үндестік заңын сақтап оқы дейді. Мына жерде астында керекті сөздер бізде бар. Осы керекті сөздерді қойып орналастыру керек. Бізде жауабы былай болады: жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер. Енді бізде тапсырма қалай? Үндестік заңын сақтап оқы. Яғни үндестік бірыңғай үндестік заңын айту үшін былай оқылады: жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер. Шешеннің сөзі ортақ, шебердің көзі ортақ. Жаман сөз жанға кірген тікен. Жақсы сөз толтырмайтын ем. Жүйелі сөз киелі, жүйелі болады, жүйелі емес, жүйелі үндестік заңында. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл. Шешеннің сөзі мерген, шебердің өзі мерген. Міне достар, біз сіздермен бірге 11-ші тапсырмаға дейін талдадық. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, егер болып жатса қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Тағы қандай тақырыпқа келдіңіздер, барлығын жазыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер және достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.